Соңғы әлетте доллардың көтеріліп кетуі, ақшаның құнсыздануына байланысты түрлі болжамдар айтылуда. Қосымша құн салығының көтерілуіне байланысты үкімет зейнетақыны көтереміз деді. Енді елімізде зейнетақының құнсыздануына байланысты қанша қосымша төлем автоматты түрде тағайындалмақ. Қазақстандықтар зейнеткерлікке шыққан кезде олар жұмыс істеген және зейнетақы жарналарын төлеген уақыт үшін есептелген инвестициялық кіріспен сол уақытта жинақталған инфляция арасындағы айырманы автоматты түрде есептеп, жинақ ақшасының құнсыздануына байланысты жоғалтқан соманы төлеп отырған. Оның мөлшері қандай болуы мүмкін? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. 2024 жылы қазақстандықтарға зейнетақы жинақтарының сақталуына мемлекеттік кепілдіктердің 177 мың бір жолғы төлемдері автоматты түрде тағайындалды. Қазақстанда көптеген мемлекеттік қызметтер проактивті түрде, яғни автоматты түрде азаматтардың тікелей өтінішінсіз тағайындалады. Мәселен, цифрлық отбасы картасы аясында қазір көптеген жәрдемақылар мен әлеуметтік төлемдер, соның ішінде мүгедектік және асыраушысынан айырылу бойынша да осылай өңделеді. Дегенмен мәселе тек жеңілдіктермен шектелмейді. Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлағандай, қазіргі уақытта Қазақстанда әлеуметтік еңбек саласындағы 28 мемлекеттік қызмет белсенді түрде тағайындалуда. Мысалы, 2024 жылы қазақстандықтарға 177 мың рет зейнетақы жинақтарының сақталуына мемлекеттік кепілдіктің бір жолғы төлемі автоматты түрде берілді. Бұл салымшының инфляция деңгейін ескере отырып енгізген міндетті және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының сомасы мен оның нақты жинақтаған зейнетақы жинақтарының сомасы арасындағы айырмашылық. Қарапайым тілмен айтқанда, қазақстандықтар зейнеткерлікке шыққан кезде олар жұмыс істеген және зейнетақы жарналарын төлеген уақыт үшін есептелген инвестициялық кіріспен сол уақытта жинақталған инфляция арасындағы айырманы автоматты түрде есептеп, жинақ ақшасының құнсыздануына байланысты жоғалтқан соманы төлеп отырған. Еске сала кетсек, бұл тетік бұрында болған. Қазақстандықтардың зейнетақы жинақтары мемлекеттік кепілдікпен қорғалады. Тіпті егер бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры кірістілігі минусқа түссе де, бұл азаматтардың әл-ауқатына әсер етпейді. Өйткені олар өз шығындарының орнын толтырады. Зейнетақы жинақтарының сақталуына мемлекеттік кепілдікті өтеумен қатар Қазақстан белсенді түрде жұмыссыздарды тіркеу 771 мың есе, бала тууы және оның күтімі бойынша жәрдемақы тағайындауға 218 мың, бала күтіміне байланысты табысынан айырылған жағдайда әлеуметтік төлемдерді тағайындауға 172 мың, мүгедектікті немесе еңбек қабілеттілігін жоғалту дәрежесін белгілеу, сондай-ақ қажетті әлеуметтік қорғау шараларын айқындау 97 мың, басқа мемлекеттік қызметтер шамамен 100 мың есе жүргізілді. Сондай-ақ еңбек министрлігі бірқатар қызметтерді түрлендіру және жеңілдету жұмыстары жалғасып жатқанын атап өтті. Мәселен, аурудың 30 түрі бойынша мүгедектікті анықтаудың қашықтан форматы бойынша жұмыс жүргізілуде. Бұл жұмыстар алдағы уақытта да түрлендірілетін болады. 2024 жылы осы форматта 97 мыңға жуық өтініш қаралды. Жалпы 2024 жылы қазақстандықтарға проактивті форматта әлеуметтік еңбек саласындағы 1,5 миллионнан астам түрлі мемлекеттік қызметтер көрсетілді. Телефон номері, мобильді азаматтар базасында тіркелген азаматтар бірыңғай байланыс орталығы, яғни 1414-ке келіп түскен хабарламаға жауап ретінде келісімін жібергеннен кейін оларды автоматты түрде ала алады. Осылайша тұрғындар цифрлық заманның көптеген қолжетімділіктеріне қол жеткізіп отыр. Алдағы уақытта бұл қызметтер басқаша тағы да түрлендірілетін болады.
яғни жаңаша қызмет көрсете бастайды.